Қыс қызығы қар, әйтсе де боран мен аязы тағы бар. Арқада қыс қаһарына мінді. Күннің боран болуына байланысты республикалық маңызды жолдар ғана емес, облыс ішіндегі бір ауылдан екінші ауылға жетер жолда жабылды. Ескертуді елемейді. Өткен жылдың соңғы күндері күн райының қолайсыздығына байланысты жарияланған ескертуді елемегендер 15 тәулікке қамалатын болып шешім қабылданды. Жолдарда көлік құралдарының жүрісін тоқтату немесе уақытша шектеу қағидаларын бекіту туралы үкімет қаулысына осындай өзгеріс енгізілді. Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның заңды талаптарына бағынбау фактілері анықталған жағдайларда көлік құралдарының жүргізушілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 667 бабына сәйкес шаралар қабылданады деді. Кодекстің сәйкес бабы полиция қызметкерлерінің заңды күніне бағынбағандарға қатысты қолданылады. Дегенмен бұл қаулының өзгерісі халыққа жетпеді ме, әлде ести тұра барар жеріне асықты ма? Жол жабылса да көлік тізгіндегендер тізбегі жолда шақырымдап тұр. 4 қаңтарда төтенше жағдай министрлігінің хабарлауынша, Қазақстанда қалың қарға байланысты 127 автожол аумағы жабылды, 49-ы республикалық, 78-і облыстық маңызы бар жолдар. Жолда қалған жолаушыларды құтқару мақсатында республикалық және аймақтық штаттар құрылды. Блок-бекеттерде 600 көлік тұрып қалды. Өткен тәулікте құтқарушылар 691 адамды құтқарып, қауіпсіз жерге көшірді. 137-сі бала. 145 техника сүйреп шығарылды. 202 адам құтқарылды. Қарағанды облысында қар жауып боран басылмай тұр. Ақтүтек боран біраз көлік жүргізушісін әуре сарсаңға салды. Күн райының қолайсыздығынан жолда қалып қойған көліктерге жол полициясы қызметкерлері көмек көрсетіп жатыр. 3 қаңтар күні ауа райының күрт өзгеріп қар жауып боран соғуына байланысты Қарағанды облысының аумағынан өтетін барлық республикалық маңызы бар тас жолдар мен облыс ішіндегі жолдар жабылды. Осыған орай патрульдік полиция және патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жұмыс өткерудің күшейтілген режиміне көшіріліп, тас жолдарда жүргізушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қызмет атқаруға кірісті.